Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай балды торттың, яғни медовый торттың рецебімен бөлісемін. Корждары пористый болып, өте әдемі болып шығады. Өте жұмсақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен таза ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, үстіне аз-аздан қантты салып араластырамыз. Миксерсіз де венчикпен де араластыруға болады. Енді осыны водяный баняға қойып, үстіне 2 ас қасық бал және 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Үстіне 2 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Масса осылай болып көтерілген кезде үстіне алдын ала електен өткен 1 стакан ұнды салып, ары қарай араластырамыз. Торттың осындай сары түс болғанын қаласаңыз, 1-2 минуттай араластырып тұруға болады. Оттан түсіріп, үстіне 1 стакан ұн салып, ары қарай араластырамыз. 1 стаканнан артық ұн салмаймыз. Тортымыз әйтпесе қатты болып кетеді. Енді осы тестаны 6 бөлікке бөліп, оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Тестаны жайған кезде ұнды көбірек саламыз, әйтпесе жабысып қалуы мүмкін. Алдын ала қызған пеште 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Өте тез піседі. Қамырына тек қана 2 стакан ұн саламыз. Сол себепті тестамыз осындай жұмсақ, әлі пористый болып шығады. Жалпы кез келген тортты немесе выпечканы ұнын аз салып, жұмсақ етіп елесе, осындай жұмсақ болып шығады. Менде кремі 400 грамм сливки мен 100 грамм сахарная пудра. Немесе сливочный май мен сгущенкадан да крем жасауға болады. Корждың шетінен қалғандарын осылайша үгітіп, торттың сыртына жағып шығамыз. Бұл медовик торты өз тәжірибемнен өткен ең сәтті шығатын рецептердің бірі. Жасап болған соң 2 сағаттай тоңазытқышқа қоямыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бетін өз қалауымыз бойынша сәндейміз. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Толық рецебі видеоның астында описание бөлімінде.